Ассалаумағалейкум. Қадалған жерден қан алатын, керек десең жан алатын, қапқан жерін қып-қызыл қып қанатса да қасындағысын қапада қалдырмаған қасқыр мінез қазағым. Қалайсыздар? Бүгінгі әңгімені Асар баспана кооперативі туралы қозғайын деп отырмыз. Ол үшін маған қонаққа арнайы келіп отырған режиссер, менің кезінде әріптесім болған, қазіргі таңда Асар баспананың салымшысы Жандос Еспенбетов мырза. Жаке, ассалаумағалейкум. Көргенімізге қуаныштымыз. Сүйіспей қояйық. Жалпы әңгімені сағыздай созбай, тікелей сұрақтарға көше берсем, жалпы Асар баспана туралы бәрі біледі. Мен де білемін. Сырттай да естіп жүрдім кезінде, бірақ оның мақсатын көп білмейді. Осы туралы айтып берсеңіз. Бұл Асар баспананың негізгі мақсаты бұрынғы ата бабамыздың дәстүрі ғой. Асарлатып, бір-біріне көмектесу ғой. Бұл жерде бір асарлатып, адамдар өздері бірігіп, бір-біріне баспана алып береді, көлік алып береді, және де балдық система дейді. Ол жерде азын-аулақ салған ақшасынан ай сайын пайдасын көріп отырады. Сондай бір жақсы орта болды. Асар баспана деген мақсаты. Соның мақсаты халыққа көмектесу, халық бір-біріне асарлатып көмектесу, бұл жерде мақсат болды, басқа мақсат жоқ. Жалпы енді мен сізді режиссер ретінде білем, бірақ Асар баспанада не істеусіз? Қалай келдіңіз бұл жаққа? Мен енді өзі жалпы сетевой маркетинг сондай көмек бітті ғой, сондай далардан аттон дала қашатын жалпы сондай адам едім. Нұрбол мырзамен де осы жұмыс бойынша таныстық. Жұмыс бойынша танысып, бір жылдай қасында жүрдім. Бірақ енді ол кісінің енді жаңағы не туралы түсіреміз, не істейміз деген кезде ғана бір Асар туралы айтып жүрді. Осындай нәрсе, осындай жұмыс жасап жатырмыз деп. Содан кейін соның бәрін көріп жүріп қасында. Кейін Нұрболға деген халықтың махаббатын көріп, әсіресе үлкен кісілердің. Содан кейін барып мен бұл Асарды зерттей бастадым да. Зерттей келе көзім әбден жетті. Шынымен де келіп осы жерге қатысуға болатын көзім жетті да. Содан кейін өзім Асардың құрамына кірдім, салымшы болып. Пайдасын көрдіңіз бе? Пайдасын көрдім. Мысалы мен 4 ай мен салғаннан кейін 4 айдан жабылды ғой. 4 айға дейін бұл жерде өзінің жеке приложениесі бар, Каспийский сияқты. Қандай аты қалай? Асар баспана. Сөйтіп аталады кәдімгі. Иә. Сол приложение кіресің, салған, неге салдың сен, мысалы үйдің кезегіне тұрдың ба, көліктің кезегі, алтын сандық деген программалар бар мысалы. Солардың бәрінен көріп отырасың, сен кезегің қай жерде жылжып бара жатыр. Бәрі анандай. Одан кейін мысалы бал система дейді. Салған ақшаңнан саудадан түскен пайдадан көріп отырасың. Ода да обратный отчет жүріп отырады, кері отчет. Қанша күн қалды дегенде? Қанша секунд қалғаннан дейін, күн емес, секундына дейін. Ал сол секунд біткен кезде шотың ақша түседі ғой. Кәдімгі оны шешіп аласыздар. Барасың да офистен шешіп аласың, бірақ шотыңда ақшаң уже тұрады. Біреулер Асар баспананы пирамида дейді. Сіз қалай ойлайсыз? Асар баспана шынымен пирамида ма? Жоқ, бұл Асар баспананың пирамидаға да сетевой желілік маркетингке де қатысы жоқ. Мен өзім желілік маркетинг туралы хабарда жүргенде зерттеу жұмысын жасап, деректі фильм түсіргем, ол жайлы білем да. Бұл жерде ол жаңағы аталып өткен жаңа пирамидаңызда да сетевой маркетингте де алғашқы салымшылар рахатын көреді да, кейінгілер болды, оларға жұмыс істейді, алғашқыларға. Кейін кіргендер, Кейін кіргендер. Бұл жерде система ондай емес қой. Бұл жерде нақты кіріп отырған кіріс бар, сауда. Сауда бар, сол саудадан түскен ақша салымшыларға теңдей бөлінеді. Содан пайдасын алады. Кім қанша ақша салды мөлшерін, соның мөлшеріне қарай ақша салынады, бөлінеді, оны автомат шешеді. Түсіндіңіз ба? Содан кейін бұл жерде нақты өнімдер бар. Қандай өнімдер? Мен бұның қандай өнімдеріміз бар дегенге мен түсіретін болғандықтан мен заводына дейін бардым. Мына Жетісу базары бар ғой? Жетісу базарының артында кәдімгідей завод болды. Завод болды, кәдімгідей оның ішіне бақил кигізіп, бүйтіп тап-таза кіргіздік. Өнім ол жай ғана бір дайын нәрсеге наклейка жабыстырып отыр деген бір нәрселер шығып кетті, ондай емес. Ол жерде нақты шикізаттардан өнім жасап шығарып отырды. Химиялық заттар, ыдыс жуатын, енді тізімін айта берсең көп. Жаңа баттар бар, витаминдер бар, ыдыс жуатын бар, шаш шампундар бар, сабындар бар деген сияқты өнімдердің біраз нелері бар, тізімдері бар. Одан бөлек тағы да басқа тауарларды Қытайдан алып келіп, жаңағындай
маркетингке, магазинге, дүкенге шығарып отырды. Енді Нұрекеңнің айтатын мынандай бір сөзі бар да, мен қасында бірге жүргенде. Енді сен өзің үйде нан пісірсең дейді да. Нан пісіріп сататын болсаң, сен барып басқа дүкеннен нан аласың ба дейді. Алмайсың ғой. Сол сияқты бұл асардың өзінің ішкі өнімі дейді да, жаңағыда шығарып отырған өнімдер. Енді асаршылар басқа жақтан барып жаңа химиялық заттар алмайды ғой. Олар балатты өздерінің шығарған өнімдерін алады, ала отырып, олар өздерінің жаңа бизнестеріне көмектеседі. Әңгіме сол жерде, бұл жерде. Көрдің бе? Жоқ, сонда мысалға бір шампунь бас жуады, не? Мен соны сатып аламын, содан кейін сату керекпін ба? Жоқ, тек қана қолданамын, иә? Қолданасың болды. Бұл жерде содан кейін мен мысалы Нұрболдың жанында бір жылдай бірге жүрдім да, Нұрекеңмен. Сол кезде мысалы желілік маркетингтегі жағында бір таныстарым көп болған шығар өзіңде. Жанына жолап кетсең болды, мынаған кір, ойбай байып кетеміз бірге дейді ғой. Бірде бір рет маған кір деп айтқан емес. Ол мұқтаж емес оған. Мен өзім зерттеп, өзім қызығып кірдім да. Ал сол сияқты бұл жерде ана адамдарды агрессивно тарту деген нәрсе де жоқ бұл жерде. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде жаңағындай өзің жеке өнімің болады, содан мысалы оны бұл пайда қайдан келді деп сұрадым ғой мен енді. Бұл не қылған мысалы 17%. Мысалы сіз 1 миллион салсаңыз, айына 17% сіз пайда аласыз. 170 мың теңге мысалы. Бұл қайдан келген ақша деймін ғой. Бұл мен өзім азын-аулақ шағын бизнестер жасап көрген адаммын. Айына бір 5% жаңағыдан пайда көрсең де үлкен жетістік көріп жүресің ғой. Ал бұл 17% деген не деген сұмдық деймін ғой мен. Қайдан келеді десем, ол айтады, мен бір қаламсап шығардым деп есептейікші деп түсіндіреді да. 100 теңгеге қалам шығарсам, мен оны 300 теңге сатамын дейді. Сөйтеді де жаңағы пайыздарын тарс бөліп, мына мемлекеттің налогы бар, мына салымшынікі, мына ненікі, мына асар баспананікі деп сондай алгоритм бөлінген да, есептелген түгел математикалық немен. Сөйтіп елдерге жаңағындай кетіп отыр. Сонда бұл 100 теңгелік затты 300 теңгеге сатады да, үстіндегі 200 көрген 200 теңгені бөліседі ғой енді. Осы асар баспананың негізін қалаушы Нұрболмен жақын араластыңыз. Оның жалпы болмысы туралы айтып берсеңіз, қандай адам? Нұрбол мен енді көп араласпадым, 1 жылдай араластым. Араласқан кездегі Бүлімше кешің сөз болды. Бүлімше сіз Нұрбол мырзаға асар баспана жайлы деректі фильм түсірдіңіз, иә? Ассалаумағалейкум. Менің аты жөнім Нұрбол Маратұлы. Осы асар баспана жобасының негізін қалаушымын. Жалпы бұл идея бізге қаяқтан келді. Қазіргі біздің халықтың жағдайы, келешек ұрпақтың алдындағы біздің қандай борышымыз бар деген сияқты ойлар мазалап, қазіргі халықтың жағдайын мазалап, және тарихты зерттей отыра, міне осындай бір үлкен жоба дүниеге келді. 1 жыл 8 айдың ішінде жобамыз 52 мыңға тарта адамдарды жинады, және біздің Қазақстанның 30 қаласында кеңселеріміз ашылды, өзіміздің заводымыз ашылды, өзіміздің типографиямыз ашылды, өзіміздің қазіргі уақытта тігін цехтарымыз жұмыс жасап жатыр. Міне осының барлығы қазір біздің асар баспана жобасының бір үлкен жеткен жетістігі, нәтижесі деп білсек болады. Сол бізді таныстырған жаңа жұмыс бабымен ғой. Жұмыс бабымен танысып, кейін бір бауыр болып араласып кеттік та. Сол кездегі Нұрекеңді көргенім, ол елінің патриоты негізі. Ол асар баспанада сіз өзіңіз сотқа неге барып жүрсіз, қарасаңыз, көбі пенсияда кісілер, зейнеткер апалар, аталар. Бұны мен Нұрболдың өзі айтатын кезде бүйтіп айтатын, менің 2 мақсатым бар дейтін. Біріншісі қазақты қарыздан құтқару дейтін. Қазақ қазір кредитке бәрі батты, қарызға батты, белшесінен батты ғой, қиын жағдайда тұр. Соны қарыздан құтқару деп айтатын да мақсатым. Екінші мақсатым, мына бізде шалкемпірлер, үлкен кісілер зейнетке шыққаннан кейін бала бағатын адамдар, Құдай тамаққа барған басқа бата береді болды, ода қоғамнан, оларға басқа қоғамда не жоқ, орта жоқ оларда дейді да. Соларға бір өзінше орта қалыптастыру деп айтатын. Қарасаңыз жаңағы асардың салымшылардың көбі апалар мен аталар. Олар 1,5 теңгемен кіреді ғой бұл жерде. 1,5 теңгемен алтын сандық дейді, орын ала береді, кейін алтын сандық белгілі бір дәрежелерін өткен кезде кәдімгідей оған жаңбыр сияқты ақшалар жауады да. Апалар соған мәз. Біріншіден азын-аулақ пайдасын көреді, екіншіден ол апаларда бір орта бар. Офистары бар, келеді, жаңа шайларын ішеді, әңгіме дүкенін құрады. Мысалы, ол апалар егер Нұрбол шынымен де бір алаяқ болып
лақтырып кеткен күннің өзінде апалардың салған ақшалары көбін мысалы жаңағы 1000 теңгеден сала береді, жинағанын көрсең бір 15 мың салған, 20 мың салған да мысалы қарасаң, ол апалар енді 15-20 мыңмен қатты зардап шегеді деп ойламаймын. Бірақ енді ол сол 15 мың үшін бір апалардың бәрін алдап қарғысына қалып дейсің. Қарғысына қалып ол ондайға жүретін адам емес ол Нұрбол. Сол ол соны ұнайтын маған, сол бір нелер ұнады да. Сол енді біз өзіміз бір жаңағыдай қоғамдық бір нәрселерге араласып жүрген болғанмен жаңағыдай бір глобально ойланбайды екенбіз да. Бас керек болған, бас керек. Ол енді математик адам. Оның жоспары көп еді. Мысалы Асар такси деген шығарайын деп жатқан. Маған соның несін ролигін жасап берші деп сонымен ақылдасатын да. Сол кезде ол қандай деп бұл басқа жаңа Яндекс бар, не бар. Айырмашылығы не дейтінмін ғой. Сөйтсем бұның айырмашылығы біріншіден бұның мақсаты бұның шығарғандағы. Біздің ол күйетінді біздің ақша ол Яндекс Россиянка мысалы. Ол басқа елге кетіп жатыр ақша. Бұл біріншіден біз отандық өнім, ақша өз айналымызда өзіміз іште қалу керек дейді. Екіншіден жаңағы бәріне единный бір-ақ машина жүру керек дейді да. Бір маркалы бір машина. Жаңа бизнес комфорт дегендер болмай ма сонда, түсінбедім. Жоқ, ол енді ол бір жаңа бір марканы алады да соның бір нелерін бөлетін шығар. Мысалы Toyota алады, мысалы бизнеске жаңағы Land Cruiser жүреді деген сияқты. И ол жаңағы таксовать ететін жігіттерге де қолайлық жасап жатқан. Ол мысалы жап жаңа машинаға келеді да отырғызады. Жұмыс істе. Оның мақсаты пока жаңа проект өзін өзі жауып айландыра берсе болды. Кейін бәрі өскеннен кейін барып қана пайдасын бір ашкөздік жоқ та бірден пайда көрем деген. Ол бірінші жаңағы таксовать ететін адам көлікті болады, жаңа көлікке отырады, өзінің пайдасын көріп жүре береді. Мына жаққа болмайтын бір пайыздар ғана түсіп отырады, бірақ негізгі пайда жаңағы таксовать ететін адамға. Одан кейін ол бағаны кішкене құлату керек болды да. Ана жақтағы бағаны. Сөйтіп оған пока ақша салады да, оның айналымы емес мақсат. Мақсат отандық таксиді шығару оған ғой. И содан кейін мысалы ет өнімдерімен айналысып бастап едім мен соңғы кездерінде. Мысалы оның бәріне содан кейін мен енді ана заводын барып көрдім. Заводын көргенде мен айтам ғой, Нұрбол сен жарайды математиксің деймін да, мынаның бәрін есептедім. Мынаған қалай мен жетіп жатыр деймін да, мына химиялық зат қой, бұл саған қалай қатысы бар деймін ғой. Сөйтсем айтады, жоқ, бұған менің қатысым жоқ дейді. Бұған бұл жерде ол айтады, әркім өзінің мамандығы кім неге екенін сонымен айналысу керек дейді да. Ол мысалы бизнесті бір адам жасай алмайды дейді. Мен жаңағы бұл нелерді қайдан шығардым, қалай мен жетті деймін, жаңағы бат дейді, неше түрлі нәрселер бар. Шынымен де денсаулыққа пайдалы бар, несі бар. Сөйтсе бұл кісі барғанда соны шығаратын адамдар тапқан ғой, просто бұның әңгімесі. Көрдің бе? Жаңа мысалы сен жаңа шығарасың, бірақ оны сата алмай отырсың. Сондай адамға барады да айтады, болды, міне мен сен жылына мынанша өнім менімен қамтамасыз етіп отырасың, мен сені алып отырамын, бірақ бұл жерде менің логотипім нем шығады. Нұрбол мырза былайша айтқан кезде ұйымдастырушы ғой, организатор. Организатор. Сол кезде жаңа шығарып отырған, өнімді шығарып отырғанға да пайда, мына жақта халықта пайдасын көріп отыр да, көрдің бе? Соның бәрін ол ұйымдастырып, есеппен оның жаңағы шыққан шикізатын бәрін есептеп, оның бағасымен келісіп, одан кейін оның үстінен қосатын бағаларымен жаңа салымшыларға бөлінетін бағасын түгел есептеп қойғанда, сөйтіп сатып отырған. Жақсы. Жалпы мен де таңғаламын енді Нұрбол мырзаның осындай азамат екенін біле тұра, менде бір сұрақ бар да. Нұрбол мырза неге қазір түрмеде? Нұрболды қамаудағы мақсат қандай? Таза сіздің пікіріңіз. Енді ол жағы мен нақты білмедім, бірақ осы сотқа барып жүрміз. Ішінде енді біз салымшы болғаннан кейін ол жерде біздің ақшамыз бар. Біздің бір мақсатымыз жаңағы Нұрболдың бір босағаны, жаңа асарымыздың қайтып жалғасқаны, сөйтіп халық жаңағы асаршылар қайтадан сол бұрынғы бір жақсылықтарын, игіліктерін көрсе деген нәрсемен біз барымызша қолдан келгенше атсалысып жүгіріп жүрміз. Ал бірақ сол жерлер естігенде бұл мемлекеттік қандай саясаты бар екенін мен білмедім. Мен саясатқа қатысым жоқ адаммын. Бірақ бұндай көпшілік жиналған жаңағындай неде ол бұл банк системаға кішкене кері әсерін тигізеді деген сияқты нәрселер, пікірлер естідім да. Мүмкін сол жағынан ба екен, мен нақты білмедім бұны.
банктермен бақталас болды десеңші болушы еді. сондай шығар. Солай естідім. Солай естідім мен, иә. Енді тағы бір көптің көкейінде жүрген сұрақ, асарлықтарға ақша қайта ма? Оған Нұрбол мырзаның тарапынан қандай да бір кепілдік бар ма? Мен енді сотқа барған сайын маған сотқа кіретін кезде көптеген асаршылар сұрайды, дейді, сұрашы, сен Нұрболдың жанына барасың ғой, сөйлесесің ғой, сұрашы, біздің ақшамыз не болады жағдай, дейді. Мен Нұрекеңді сұрадым. Нұрекең айтады, асаршылар еш уайымдамасын. Мен істі болып сотта кетсем де, кетпесем де ол ақша қайтады. Өйткені ол ақшаның бәрі қазір бұғатталып шоттарда тұр. Содан кейін маған бір сөз айтқан сөз бар. Статистика бойынша, мысалы, маған бәленше асаршы салымшы бар. Осынша түгін жаңағы ақша салымшылардан салынған. Ал енді бұғатталған шоттағы ақша одан көбірек. Сонда уайымдамаса да болады, салымшылар ол ақша қандай жағдайда. Нұрбол мырза бостандықта болса да, түрмеде болса да, бәрібір елге қайтады дейсіз ғой. Жоқ, ол енді түрмеде болса жағын білмеймін мен. Бірақ жоқ, заң бойынша қайтатын шығар деген үмітім бар, ойым бар. Ал бірақ Нұрбол айтады, мен аман есен мына жерден шықсам, ақшам бәрі қайтады. Бұл маған бүйтіп айтқаны бар. Бұл асар жалғасса да, жалғаспаса да, мен салымшылардың егер жалғасып жатса, жақсы. Жоқ, мен ары қарай жұмыс істемеймін деген адам бар, бұл келеді де офистен ала береді ақшасын. Ал ары қарай жалғастырамын деген адамға да проблема жоқ дейді да. Жалғасып жатса, ал жалғаспаған күнде де мен түгел ақшасын қайтарып беремін, елдің ақшасы керек емес маған. Керемет. Енді құрметті көрермен, бұл біздің алғашқы подкастымыз деп айтайын. Жалпы Нұрбол мырзаға қатысты келетін болсақ, біз барынша жұмыс жасаудамыз. Және де бостандықтың ауылы алыс емес деп ойлаймыз. Бізде мына жақта өзімізше сараптама жасаймыз, анализ жасаймыз. Болашақта тағы да осы сотқа қатысты, жалпы Нұрбол Туғанбаев мырзаға қатысты, Асар баспанаға қатысты түрлі подкасттар шығарып отырамыз. Жандос мырза, бізге келіп осылай арыңыздан жарылып ақиқатты айтқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Сіздерге де рахмет, осындай бізге ақпаратты қолдау көрсетіп көмектесіп жатқан. Өйткені бұл жерде енді бір ғана адамның тағдыры емес, бұл жерде 90 мың адамның тағдыры да. 90 мың деген ойласаңыз бір қала ғой. Бір қала. Екі қала. Бір қала, енді аз адам емес та. Үшарал деген жерде мысалы 40 мың адам тұрады. 90 мың адамның үмітін арқалап отырсыз. Алла қаласа бізде барымыз саламыз. Жақсы, рахмет. Кездескенше күн жақсы.